Сәлеметсіздер ме? Мен Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Кеңсай орта мектебінің 9 сынып оқушысы Саян қызына баттым. Мен бүгін табиғатты аяла форумы жасыл клуб номинациясы инновациялық экологиялық бизнес тақырыбында өзімнің жобамды ұсынғым келеді. Жобамның тақырыбы гидропоника әдісі арқылы үй жағдайында бидай өсімдігін өсіру. Жобамның мақсаты гидропоника әдісі арқылы үй жағдайында бидай өсімдігін өсіру және жобамның міндеті гидропоника арқылы негізгі мағлұматтарды іздеу. Жалпы бізде гидропоника дегеніміз не? Гидропоника дегеніміз ол топырақсыз физиологиялық ерітіндіде, яғни осы малта тас, құм немесе деген сияқты жабық кеңістікте әлсін ғана бүркеу арқылы осы өсімдіктерді өсіру. Жалпы айтқанда гидропоника деген сол топырақсыз өсімдіктерді өсіру. Мен ең бірінші практикалық жұмысымды жаздық жұмыстағы бидай өсімдігін зерттеу нысаны ретінде алдым. Оған керекті негізгі біздің заттарымыз, осы өлшеу ыдысымыз, және де негізгі көлемдегі ыдысымыз, бидайымыз, марганцовка және де хлор. Ең бірінші мен практикалық жұмысымды осы бидайымызды негізгі көлемдік ыдысымызға 1 кг бидайымызды осы тараз арқылы өлшеп аламыз да, көлемдік ыдысқа бидай бататындай етіп су құямыз да, оны дұрыстап отырып шегенің ұшындай ғана марганцовканы салып, бетін матамен жауамыз да, оны 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін ол бидайымызды дұрыстап отырып, тағы да бірнеше мәрте жуамыз да, тағы да оны кішкене ғана хлордың 2 дана таблеткасын салып, оны 15 минутқа қалдырамыз. Жалпы бұл бізде осы бидайдың ішіндегі самарқалдақтарды, паразиттерді, бактерияларды жою үшін қолданылады. Келесі бізде осы 15 минут өткеннен кейін оны тағы да дұрыстап отырып жуамыз да, осы бидайымызды осы негізгі матамен жауып қоямыз да, 1 тәулікке қалдырамыз. 1 тәулік өткеннен кейін бидайдың өзін сусыз жай ғана матамен жауып қоямыз да, 1 тәулікке қалдырамыз. 1 тәулік өткеннен кейін бидайдың өзінің ыдысын хлордың сулы ертісінде тағы да 1 тәулікке қалдырамыз. Сөйтіп негізі өзіміздің потосымызға бидайымызды 1,5 см ретінде қалыңдығы ретінде өзінің бидайымызды потосымыздың ыдысқа орналастырамыз. Сөйтіп бізде 8 сағат өткеннен кейін бидайды жай ғана ұшына ғана өзін суарып отырамыз. Сөйтіп 2 күн өткеннен кейін бидайдың матасын өзінің астына су жіберу арқылы біз бидайымызды суарып отырамыз. Енді мен өзімнің сөзімді қорытындылай келем. Бізде Шығыс Қазақстан облысы су континентте орналасқаннан кейін қазіргі таңда осы ірі қара малдарды өсіру үшін осы гидропоника арқылы жасалған бидайымызды егін ретінде малдарымызды өсіру үшін, ірі қара малдарымызды өсіру үшін және балық жүкпен қоректендіру үшін осыны біз бере алады екенбіз. Жалпы 1 кг бидайдан 7 кг бидайымызды, яғни шөбімізді өндіре аламыз. Келесі мен өзімнің сөзімді қорытындылай келем. Гидропониканың қазіргі таңда планетамызда өзінің маңызы өте зор. Гидропоника арқылы біз көптеген су ресурстарын және де көптеген негізгі топырақтарды үнемдеу үшін қолдана аламыз. Жалпы осы гидропоника арқылы біз өзіміздің негізгі бидайымызды өсіре аламыз және де елімізге өзіміздің өркендеуіне зор үлесімізді қоса аламыз. Және де мен осы бүгінгі жобамның тақырыбын сіздерге бизнес идея ретінде ұсына аламын. Назарларыңызға рахмет.